Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қалдарың қалай? Қазір қазақ тілі сабағы. Здравствуйте, ребята! Как ваши дела? Сейчас у нас урок казахского языка. Балалар, сұраққа жауап берейік. Ненің суретін көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. Гүлдің суреті. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Мен гүл жасаймын». Тема сегодняшнего урока «Я буду делать цветок». Жаңа сөздерді есте сақта. Запомни новые слова. Гүл, цветок. Жасаймын, буду делать. Бірінші тапсырманы тыңдаймыз, қайталаймыз. Слушаем и повторяем. Мынау гүл. Это цветок. Мен гүл жасаймын. Я буду делать цветок. Қайталаймыз, балалар. Келесі тапсырма. Сұраққа жауап бер. Отвечаем на вопросы. Сен не жасайсың? Мен гүл жасаймын. Саған не керек? Маған желім, қайшы, қағаз керек. Запоминаем. Желім, клей, қайшы, ножница, қағаз, бумага. Есте сақтаңдар. Келесі тапсырма. Гүлдің суретін боя. Балалар, гүлдің суретін боямас бұрын түстерді еске алайық. Қане, гүлдің текшелері қандай түс? Атап шығайықшы. Көк, сары, қызғылт, жасыл, қоңыр, қара, ақ. Ал гүлдің жапырағы қандай түс? Гүлдің жапырағы жасыл түс. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, алдағы видеоны көріп отырып, мына гүлдің суретін бояп, маған жолда. Ақ мамықтай қарап бақ, апамның құрты әппақ, сүттен жасалған қаймақ, оның да түсі әппақ. Аспандағы күн сары, бақшадағы гүл сары, тауықтың балапаны, оның да түсі сары. Даладағы қызыл гүл, таң шапағы қызыл нұр, ағашта піскен алма, оның да түсі қызыл. Қорбиған аю қоңыр, томпиған қозы қоңыр, көлде қазы жүзіп
Балалар, гүлдің суретін бояп болсақ, келесі тапсырмаға көшейік. Мына суреттердегі гүлдердің біреуін жасап, маған ол гүлді жасау үшін не қолданғаныңды және қандай түстермен бояғаныңды айтып бер. Балалар, жарайсыңдар. Бүгінгі сабаққа белсенді қатысқандарың үшін рахмет. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.